Сәлем баршаларыңызға. Өзбек халқының ең сүйікті тағамдарының бірі ханум жасаймыз. Қазақшада орама дейді. Ол үшін ең алдымен қамырына сүт, сары май, тұз, ұнды салып, жұмсақ қамыр илеп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Пиязды майдалап турап аламыз. Сәбізді, картошканы соломка етіп турап аламыз. Турап дайындап алғаннан кейін бірінші фарш, пияз, картошка, сәбіз, тұз, қарабұрыш салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Қамырды жоқалап жайып алдым. Арасына салмасын салып, видеодағыдай етіп орап аласыздар. Майланған листің үстіне қойып шығамыз. Қайнап тұрған судың үстінде 45 минут пісіріп аламыз. Сонымен өте дәмді ханым тағамы дайын болды. Қаймақпен берсеңіздер болады. Ас болсын міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт мынау атса, лүпіл басып кетуді ұмытпаңыздар.